Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ұлжанай. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен 20 минутта дайындалатын және де өте жұмсақ, нәп-нәзік болып шығатын, аштықны қажет етпейтін, өте дәмді ерекше пицца дайындап үйренетін боламыз. Бұл рецепттің ерекшелігі қамыры тез дайындалады және көріп тұрғаныңыздай нәп-нәзік болып шығады. Ешқандай да аштықны қоспайтын боламыз. Дайындалуы да оп-оңай. Ол үшін қажетті заттар су, жұмыртқа, сұйық май, ұн, тұз және де ас содасы. Ас содасын уксуспен араластырып біріктіріп алып барып қосамыз. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерде төменде описаниеде толық көрсетілген. Дайындалуына келсек, ең алдымен табаға жылы суды құямыз, оған бір жұмыртқаны қосамыз және де оған сұйық майды, тұзды және де ас содасын қосамыз және барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Айтып өткенімдей, ас содасы алдын ала уксуспен араластырылып дайын тұруы қажет және де барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң оған ұнды қосуымыз қажет. Ұнды електен өткізе отырып қосқаныңыз дұрысырақ, яғни сол кезде қамырыңыз түйіршіксіз болып жақсы болып шығады. Егер де електі қолданбаймын десеңіз де өз еркіңіз. Алдымен жарты ұнды қосамыз және де осылай қасықпен араластырып аламыз. Содан кейін қалған ұнның барлығын бір мезетте қосып, қамыр илеуіміз қажет. Қамырды ыңғайлылық үшін қолмен жақсылап тұрып біріктіріп илеп алсаңыз болады. Содан соң оны табадан алып, столдың үстіне қойып, тағы да біріктіріп жақсылап илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығады және де қолға жабыспайды. Енді начинкасын, яғни салмасын дайындауға кірісеміз, ал оған дейін қамырдың бетін жауып қоямыз. Салмасы үшін өзіңіздің қалаған затыңызды алсаңыз болады. Мен оған колбаса, болгар бұрышы, сыр, балық, помидор, яғни қызанақ және де соусты қолдандым. Барлығын қалауыңызша турап дайындап аламыз. Содан кейін ол дайын болған соң қамырмен жұмыс жасауға кірісеміз. Қамырды алып, осылай тағы да біріктіріп, барлығын илеп аламыз. Содан соң пиццаны пісіретін формасын дайындаймыз. Ол үшін мен осындай темір форманы алдым және де үстіне ұн сепкеніңіз жақсы. Сол кезде дайын болғаннан кейін кескен кезде жабыспайтын болады. Мінекей осылай қамырды аламыз да формаға орналастырамыз. Егер сізде бұндай форма болмаса, сіз кәдімгі пергаментті қағазға осылай жайып шығып қамырды қажет мөлшерде дөңгелетіп немесе төртбұрышты етіп кессеңіз болады. Осылай барлығын мен орналастырдым да жан-жақтарына осылай бортиктер жасап шықтым. Мінекей дайын. Енді начинкасын және де соусты барлығын орналастыруымыз қажет. Алдымен соусты жағып шығамыз осылай. Барлық жеріне жететін етіп, соустың көп болғандығы өзіңізге жақсы, сол кезде пиццаңыз сочный болып, өте дәмді шығады. Содан кейін қажетті өзіңіздің қалаған барлық начинкасына арналған заттарды салып шығасыз. Ол үшін сіз тек колбасаны, помидорды және де ірімшікті қолдансаңыз болады, яғни сырды, немесе қарапайым қызанақ пен ірімшікті қолданып, қарапайым маргарита жасасаңыз да болады. Ал мен өзімде бар заттарды және де өзіме ұнайтын заттардың барлығын қолданып, ассорти пицца жасадым десем де болады. Мінекей дайын, енді оны қызып тұрған духовкаға 10 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей 10 минутта ол осындай болып шықты. Содан соң оны аламыз, ыстық күйінде оның үстіне барлық сырды орналастырып, қайтадан 4-5 минутқа сыр ергенге дейін ғана духовкаға салып аламыз. Қатты көп ұстамаңыз, көп ұстап қойсаңыз сырыңыз қатып кетеді. Тек 3-4 минут ұстап, сыр осылай ерген кезде алып алсаңыз керемет болады. Сіздерге видеом түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!